Ауа райының өзгеруіне байланысты елдегі өзгерістер. Ассалаумағалейкум, арнамыздың құрметті қымбаттылары. Егер осы хабарды сіз толық білгіңіз келсе, бейне астындағы лайк және подписаться таңбаларын басып, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Егер сіз жазылған болсаңыз, онда біз бастадық. Алдағы күндері Астанада жаңбыр мен бұршақ, Алматы мен Шымкентте аптап ыстық болады. Алдағы 3 күнде Қазақстанның ірі қалаларында ауа райы күрт өзгереді. Алматы мен Шымкентте аптап ыстық сақталып, ауа температурасы +42, +47 градусқа дейін көтеріледі. Ал Астанада жаңбыр жауып, күн күркіреп, ауа температурасы +24 градусқа дейін төмендейді. Бұл туралы Қазгидромет мәлімдеді, деп хабарлайды Массагет газет тілшісі. Астана, 19 шілде құбылмалы бұлтты ауа райы, кей жерлерде жаңбыр жауып, күн күркірейді. Желдің жылдамдығы 9-14 метр секунд. Ауа температурасы түнде +20-22 градус. Күндіз +34-36 градус. 20 шілде жаңбыр мен найзағай күтіледі. Желдің екпіні күндіз 15-20 метр секундқа дейін күшейеді. Ауа температурасы түнде +18-+20, күндіз +28-+30 градус болады. 21 шілде жаңбыр, найзағай, күндіз бұршақ жаууы мүмкін. Желдің екпіні 15-20 метр секундқа дейін жетеді. Ауа температурасы түнде +16-+18, күндіз +24-+26 градус. Алматы, 19-20 шілде жауын-шашынсыз. Жел 3-8 метр секунд. Ауа температурасы түнде +24-+27, күндіз +40-+42 градус. 21 шілде күндіз қысқа мерзімді жаңбыр жауып, найзағай ойнауы мүмкін. Желдің екпіні 15 метр секундқа дейін жетеді. Ауа температурасы түнде +24-+26, күндіз +35-+37 градус. Шымкент, 19 шілде жауын-шашынсыз. Желдің екпіні күндіз 15-20 метр секундқа дейін күшейеді. Ауа температурасы түнде +26-+28, күндіз +45-+47 градус болады. 20 шілде жауын-шашынсыз. Ауа температурасы түнде +27-+29, күндіз +40-+42 градус. 21 шілде күндіз жаңбыр жауып, найзағай болуы мүмкін. Ауа температурасы түнде +23-+25, күндіз +33-+35 градус. Айта кетейік, 2026 жылдың жазы Қазақстанда соңғы жылдардағы ең ыстық кезеңдердің біріне айналды. Маусымда бірнеше өңірде температуралық рекорд жаңарып, шілдеде аптап ыстық одан әрі күшейді. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.